Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін оңай жасалатын салат жасайтын боламыз. Алдымен краб таяқшаларын осылай көбейтіп, төрт-төрт етіп турап шығатын боламыз. Бізге бір пачка краб таяқшалар жеткілікті. Қиярымызды да көбейтіп турап шығатын боламыз. Үлкен осындай бізде 2-3 штук қияр қажет, сол жеткілікті. Қиярларымызды турап алдық, енді жұмыртқамызға көшетін боламыз. Бізге 4 штук жұмыртқа қажет болады, піскен, алдын ала пісіріп аласыздар. Барлығын көбейтіп турап шығатын боламыз. Жұмыртқаларымызды турап болдық, енді шұжықтарымызға көшетін боламыз. Осындай 300 грамм шұжықты алып, барлық ингредиенттерімізді осылай көбейтіп турап шығатын боламыз. Шұжықтарымызды турап болған соң, бізге осындай консервідегі горох қажет, және де кукурузды қолданатын боламыз. Енді майонезімізді, тұзымызды салып, араластыратын боламыз. Майонезді керегенше қолданамыз. Ол жағын өздеріңіз көре жатарсыздар, қанша көп, қанша аздығына қарап, қосып жатқан кезде байқайтын боласыздар. Біздің салатымыз 5 тәрелкеге жетеді. Міне достар, біздің салатымыз дайын. Сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып қоңыраушаны басып, все дегенді белгілеп қойыңыздар, алдағы рецепттерді жіберіп алмайсыздар. Сіздермен болған Айгерім.